Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Генеральный директор мен қарапайым қыз туралы топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы Жұмбақбақ дорамасы басты рөлдерді Хен Бин мен Ха Джи Вон сомдайды. Дорама тағдырлары танысудан бұрын байланысқан, өмірлері сиқырмен өзгерген адамдар туралы. Табысты кәсіпкер әрі тартымды Ким Джи Вон элиталық сауда орталығының мұрагері, ал Кил Райым қарапайым экшн каскадер актрисасы. Бірнеше кездесулерден кейін екеуінің жандары ауысып кетеді. 9-шы Іскерлік ұсыныс дорамасы басты рөлдерді Ан Хи Соп пен Ким Се Жон сомдайды. Бұл романтикалық комедия құрбысының орнына компанияның бас директорымен кездесуге барған қарапайым қыз туралы. Син Хари өмірге оптимистік көзқараспен қарайтын кеңсе қызметкері, ал Кан Тимо өтірік ұнатпайтын сымбатты бай жігіт. 8-ші Дали және Батыл Ханзада дорамасы басты рөлдерді Ким Мин Дже мен Пак Гуйон сомдайды. Дорама араларында ортақ ештеңе жоқ, Чин Мухак мен Ким Дали арасындағы махаббатты сипаттайды. Чин Мухак кішкене кәсіптен бастап үлкен корпорацияға дейін жеткізген компания директоры, ал Ким Дали жеті тілді білетін, сурет өнерін терең түсінетін маман. 7-ші Сені сүюге мәжбүрмін дорамасы басты рөлдерді Чан Хёк пен Чан Нара сомдайды. Лигон химиялық товарлар шығаратын компанияның директоры, ал Ким Мион заң компаниясында хатшы болып істейді. Мас болып кездейсоқ бірге қонақ үйде түнеген олар, уақыт өте келе Мион өзінің жүкті екенін біледі. 6 жыл жүрген қызы бар Лигон Мионға үйленуге мәжбүр болады. 6-шы Мен робот емеспін дорамасы басты рөлдерді Ю Сун Хо мен Чхве Су Бин сомдайды. Басты кейіпкер Ким Мин Гю адамдарға аллергиясы бар өте ерекше ауруға шалдыққан миллионер. Адамдардан оқшау өмір сүретін Мин Гю андроидты робот Анжи ішке дамытуға арналған топқа демеушілік жасайды. Әрі өнертабысты жеке өз сынап көргісі келеді. Бірақ ол роботтың орнына нағыз қыз екенін әлі білмейді. 5-ші Жақсырақ тазалаңыз дорамасы басты рөлдерді Юн Гин Сан мен Ким Е Жон сомдайды. Мизофобиямен ауыратын Чон Сон Гөл тазалаумен айналысатын компанияның директоры. Ол ластанудан мүлде қорықпайтын жарқын мінезді қыз Келесөлді кездестіреді. Оның көмегімен Сон Гөл өзінің фобиясымен күреседі, сонымен қатар Осөлге ғашық болады. 4-ші Күн иесі дорамасы басты рөлдерді Со Джи Соп пен Гон Хе Джин сомдайды. Басты кейіпкер Тхе Гон Сил апатқа ұшырап бірнеше жыл бойы комада жатып, оянып өлгендердің жанын көре алатынын біледі. Бір күні Гон Сил тағы бір тынымсыз жанның тапсырмасын орындауға мәжбүр болған кезде Джо Джо Бонды кездестіреді. Ал ол тек пайданы ойлайтын патшалық сода комплексінің иесі. 3-ші W2 әлем арасында дорамасы басты рөлдерді Ли Чон Сок пен Хан Хе Джу сомдайды. Бұл дорама Хирук Ин Джун мен оның әкесі жазған веб-комикстің басты кейіпкері әрі бай кәсіпкер Кан Чөл екеуінің арасында махаббат туралы. Олар Сеулде тұрса да, әртүрлі әлемде өмір сүреді. Бір сәтте кейіпкерлердің тағдырлары тоғысады. 2-ші орында Керемет күш иесі До Бон Сун дорамасы басты рөлдерді Пак Хен Сик пен Пак Бо Йон сомдайды. Комедия жанрында бұл дорама туылғаннан үлкен күшке ие До Бон Сун жайлы. Егер ол абай болмаса, қол тигізген нәрсені оңай сындырады. Бон Сун өзінің физикалық күшінің арқасында еркебай Ан Ми Хёктың оққағары ретінде жұмысқа орналасады. Ол видео ойында шығаратын компанияның директоры. 1-ші Хатшы Кимге не болды дорамасы басты рөлдерді Пак Со Джун мен Пак Мин Йон сомдайды. Басты кейіпкер Ким Ми Со 9 жыл бойы Юмен Групп президенті Ли Йон Джунның кәсіби хатшысы болып істейді. Ли Йон Джун өзінен басқа ешкімді байқамайтын, тек кәсібін дамытуды ойлайтын кәсіпкер. Бірақ та бастығынан шаршаған Ми Со жұмыстан шығуға арыз жазады. Бауыр басып қалған Йон Джун хатшысының жұмыстан шығуына қарсы болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.